Баршаңызға қайырлы күн достар. Бүгін сіздерге капустадан ащы салаттың рецептісін ұсынатын боламын. Бұл салатты дайындау үшін бізге қажет болады жарты капуста. Осы жарты капустамыздың өзегін алып тастаймыз. Одан кейін 4 бұрышты етіп ірі бөліктерге кесіп алатын боламыз. Капусталарыңыз егер қалың, қатты болатын болса, барлығын бір-бірінен ажыратып аласыздар. Одан кейін 1 шай қасық тұз салып, барлығын қолыңызбен жақсылап суын шығарып араластыратын боласыздар. Яғни тұздарыңыз сіздердің капусталарыңызға сіңуі қажет. Одан кейін 1 штук қиярымызды ұзын ірі бөліктерге бөлеміз. Бұл салатты дайындаған кезде мейлінше барлығын ірі етіп турасаңыздар, салаттарыңыздың түрі әдемі болып көрінетін болады. Құрметті достар, егер менің каналыма тіркелмеген болсаңыздар, міндетті түрде тіркеліп кетуіңізді сұраймын. Менің каналымда өте оңай рецепттер өте көп, сондықтан міндетті түрде тіркелуді ұмытпаңыз. Одан кейін 1 штук болгар бұрышын ұзынша қиғашынан кесетін боламыз. Кез келген болгар түсін пайдалансаңыздар болады. Одан кейін 1 штук сәбізімізді теркадан өткізетін боламыз. Құрметті достар, егер менің каналыма тіркелмеген болсаңыздар, міндетті түрде тіркеліп кетуіңізді сұраймын. Одан кейін жарты пиязымызды майға қыздырып аламыз. Яғни күйдіріп аламыз пиязымызды. Оны алып тастаймыз, оны пайдаланбаймыз. Одан кейін 4 штук сарымсағымызды үкіштен өткізетін боламыз. Ас көгімізді қосамыз. Мен кинзаны пайдаландым. Кез келген ас көкті қолдансаңыздар болады. Өзіңізге ұнайтын ас көкті таңдап қоссаңыздар болады. Үстіне 1 шай қасық тұз саламыз. 1 шай қасық паприка қосамыз. 1 шай қасық кориандр, 1 шай қасық уксус және 1 шай қасық қызыл бұрыш күйдірілген майымызды құятын боламыз. Барлығын жақсылап араластырамыз. Мінекей біздің ащы салатымыз дайын болды. Сіздер де жасап көріңіздер. Ас болсын.